Қазақ біз Ашина деген түріктің бір бұтағынан шыққанбыз, білесіңдер ғой. Оның кейін сол әсіресе бізде күйлерде табиғатқа байланысты күйлер өте көп сақталған. Мысалы, қасқыр туралы. Біздің тотеміміз көкбөрі дейміз ғой, сол қасқыр туралы күйлер өте көп. Әсіресе олардың авторлары ұмытылған, бірақ халық күйлері қасқырдың ұлығаны, қасқырдың жүгіргені, қасқырдың жаңағы ақылдысы, қасқырдың деген күйлер өте көп. Сол бізге өте сақталған. Қазір қазақ біз есептеді, қазақта 10 мыңнан астам күй бар. Оның 4 мыңы басқа аспаптарда, 6 мыңы домбырада. Негізі күй баяғы бақсылардың өнерінің, бақсылардан. Бақсы деген кім? Ол емші, ол музыкант, ол ағартушы, ол бүткіл рудың ақылгөйі. Сонда бақсылар емші, күймен емдеген, дыбыспен емдеген. Сол дыбыспен емдеген бақсылардың сарындарынан басқа аспаптарға күй пайда болған. Шоқан Уәлихан өзінің еңбектерінде осы мәселені атап өтіп бидепті. Қазір бақсылар азайып кетті. Түбі бақсылардың өнері домбыраға ауысады депті. Сөйтіп анықтап жазған. Яғни қобыздан гөрі қазір домбыра өте жақсы дамыған. Негізі Қорқытты, қобыз десе Қорқыт есімізге түседі. Қорқыт ол түріктердің Оғыз тайпасынан шыққан аңыз адам. Ал енді Қорқыттың күйі 9 ғасырдағы күйі бізде ғана сақталған. Қазақта ғана сақталған. Мына жақында осы 1-2 жыл болды, Түркияда бір симфозиумда мен осыны айтып ем, бәрі өреге түрегеліп, қалай Қорқыттың күйі нағыз бар ма дейді. Иә, бізде Қорқыттың 11 күйі сақталған. Қазақ сақтап қалған. Ал Қорқытты 45 ұлт өзіміздің атамыз дейді. Бірақ оларда күй жоқ. Себебі біздің қазақи ортада күй өте жақсы дамыған. Мынау тіпті күймен ақылдасқан хандарға сөз айта алмайтын кезде, мысалы Жошының өлімін Шыңғысханға күймен жеткізген білесіңдер, Ақсақ Құлан деген күй. Осылай сондай оқиғалар өте көп. Негізі домбыра деген сөз парсының сөзі дейді. Быра деген шек, дом деген екі деген сөз. Екі шек. Бұл бір сондай аңыз енді. Ал енді домбыраның ең көне түрі бізде қазір Астанада 6 ғасырда жасалған. Ол Алтай тауының бір үңгірінен табылған. Сартқожа деген ағамыз оны келістіріп жазды. Онда соғды жазумен домбыраның сыртында мынадай жазу тұр екен. Жұпар күй бәрімізді емдейді деген. Жұпар күй дейді, бәрімізді емдейді. Домбыраның сыртында анадай соғды жазумен, жаңағы көне жазумен жазған. Енді күй туралы көп айтуға болады, дегенмен мына жастардың нағыз қазақ емес домбыра дегендей, жастардың домбыраны тыңдап өскені оның қазақи болмысын қалыптастырады. Домбыраны көп тыңдаған адам көп сөйлемейді, көпірмейді ол. Өйткені оның ішкі дүниесі өседі, ішкі түсінігі. Мына сыртқы әлгі лепірме сөз емес, ішкі түсінігі сондай бір үлкен әсер етеді. Күй деген сөз жаңағы Әл-Фарабидің кітабында, музыканың ұлы кітабы деген кітап бар. Сонда бидеп жазыпты, күй көк деген сөзден шыққан депті. Көк деген аспан деген сөз. Аспанның ар жағында жаратушы, аспанның ар жағында бұл күй көктен түскен деген сөз. Шынында да қазір күйді біз Моцарт сияқты, Бетховен сияқты әлемдегі көрнекті музыканттар бар, олар музыканы жазады, олар құрап. Бір әуенді екінші әуенге қосып, одан аккорд жасап. А бізде ондай жоқ қой, бізде күй түседі.
Сондықтан сосын күйдің киесі бар дейді қазақ. Күйді жын ойнаққа, болмаса бір анжамындай лас жерге ойнауға болмайды. Өйткені күй киелі. Күй туралы көп айтуға болады. Мен қысқаша осыны айтамын. Енді күйдің қазақта көп сақталғаны бақсылардың арқасы. Бақсылар күйді еркін сақтап бізге жеткізген. Ең көне күйшілер 17 ғасырларда сақталған күйлер бар бізде. Көптеген күйлердің авторлары ұмытылып қалады да, күй қалады. Оны біртіндеп халық күй дейді. Халық тыңдайды да, әмі халықтың күйі деп сондай. Халық күйлері жаңа 6000-ның 3000-дай халық күйі. Оны қазір сол 6000 домбыра күйінің 6000-ның 4000-дайы нотаға түсті. Қазір әлі 2000 түсіре алмай жатырмыз. Өйткені запистер өте көне. Естілмейді кейбірі. 1900 жылы ойнаған домбыраның үні бар. Валикке жазылған. Валикке. Бірақ оны нотаға түсіру өте қиын, қыр-қыр, шыр-шыр арасында естіліп қалады да сондай. Кейінгі мына күйге үлкен мән берген алашордалықтар. Білесіңдер, біздің ұлттық мемлекетіміз алғашқы алашордалықтар. Ол жерде көрнекті Бөкейхан бастаған үлкен тұлғалар, көріңіз бе, күйге үлкен мән берген. Олар күйшілерді өте құрметтеп, соларға өкіметтен орын берген. Ал Ахмет Байтұрсынов Затаевичке 1925 жылы 30 күй жаздырыпты. 30 күй Затаевичке Ахмет Байтұрсынов өзі ойнап жазған. Еще ән де жазған 25 ән. Сонда Ахмет Байтұрсынов қай уақытта ән күйді білген, көрдіңіз бе? Өте сондай, өте үлкен тұлға болған. Мәдени тұлға болған. Ол саясат жағынан емес, еңбектері жағынан емес, музыка жағынан. Затаевич 1925 жылы алғаш қазақтың музыкасын нотаға жазған, білесіңдер ғой. Сол кезде ашаршылық болып, сол кезде өте қиын болып жатқанда Затаевичтің мынадай хаты бар. Өкіметке жазған. Мен бұндай халықты көрген жоқпын. Екі қазақтың бірі ән салады, екі қазақтың бірі күй ойнайды. Қазақтың бүткіл даласы музыка болып тұр дейді. Сондай біздің халық, сондай дамыған. Сондай музыкальный халықпыз біз. Біз енді көптеген шетелде болдым, студент кезде ООН-ның біріккен ұлттар ұйымының бір жиналысында бір күй ойнағамыз. Сонда Сарыарқа күйін 5 рет ойнадық ансамбльмен. Қайта-қайта сұрайды. Ол жерде 250 ұлттар отыр. Олар күйді, оларға сондай қызық қой. Солар қоймайды, 5 рет ойнадық. Сосын жүргізуші шығып айтты, бұл жерде басқа бағдарлама бар, әншілер бар, сіздерге сол бір күйді ойна. Жоқ, біз осы күйді тыңдай бергіміз келеді дейді. Сонда бір негір тұрып былай дейді, мына күйді тыңдағанда мен үлкен даланы, үлкен табын жылқыларды, бір-біріне атпен шауып жүрген ұл қыздарды көрдім дейді. Көрдіңіз бе, қалай күй әсер етеді. Енді күй туралы тағы да артынан сұрақтарың болса, айтыңдар. Күйдің қазіргі қуанышты жағдай, мектептерде домбыра өте жақсы, көп жиналады екен. Енді біз домбыра сабағын кіргізейік деп жатырмыз мектептерге. Домбыра ән күй сабағынан бөлек домбыра сабағы болады, Құдай қаласа. Сонда енді күйдің өзіне сөз берейік. Күйден артық сөйлемейміз. Менің бірінші орындайтыным Мүкей деген күйші. Алтайда өскен. Алтай 18 ғасырда өмір сүрген, 300 күй тартқан деген аңыз бар. Бірақ ол кісінің алтақ күйі бізге жетті. Алтақ күйі.
Негізі ол кісі күйлеріне ат қоймайды екен, Қосбасар дейді екен. Мына Қосбасар деген атау сол Мүкейден шыққан. Өйткені Қосбасар деген кейде біздің кейбір зерттеушілер мына қосарлана басқан, бүйтіп қос басқан деп түсіндіреді. Ол өте таяз. Ол қосарлана айтылатын аңызы бар деген сөз. Қосарлана айтылатын маңызы бар деген сөз. Оқиғасы бар деген сөз. Қосбасар. Әрбір оқиғаға ат қоя бермейді ғой. Қосбасар, мысалы, Тәттімбеттің 12 қосбасары бар. Тағы да арқада өте қосбасар көп. Мен енді Мүкейдің қосбасарынан бастайын. Бұл өте көне күйлердің бірі. Күй қазақта қазір күйдің өзінің орындаушылық стилі, көркемдік маңызы, құрылымдық ерекшелігіне байланысты 12 мектеп бар. Күйде 12 мектеп бар. Оның ең алғашқысы жаңағы Алтай Тарғауатай, өте көне күйлер. Жалпы түрік тектес халықтардың алтын ұясы Алтай Тарғауатай деп есептеледі. Алтай таулары. Негізі Алтай таулары қазір 4 мемлекетке қарайды. Россияда, Қазақстанда, Монғолияда, Қытайда. Сонда қазақтың өз жерден ондай шекара болмаған, біздің негізгі түп ұямыз сол Алтайдан тараған. Алтайдың күйлері өте көне, жаңа көрдіңіз, өте көне күйлер. Бұл Мүкейдің 300 күйіне жеткен 6 күйінің бірі. Енді батыста Құрманғазы, білесіңдер, Дина, Құрманғазыдан бұрын Ұзақ деген күйшілер болған. Батыстың өзі қазір зерттей келе, бұл зерттеген сайын оның ерекшеліктері ашыла береді. Бұрын Батыс мектебі дейтіміз. Қазір Батыс емес, қазір Құрманғазы мектебі, қазір Дина мектебі, қазір Дәулеткерей мектебі деп үшке бөлеміз. Өйткені біріне бірі ұқсамайды. Мектеп деген өзінің жеке қасиеттері бар күйлер. Соның кейін арқа күйлері,
білесіңдер ғой, Қарағанды, мынау солтүстік Қазақстан, бір жағы Семей, бір жағы Жезқазған, осылай өңірде, о жақта арқа күйлер деген күйлер. Оның басында кім тұрады? Тәттімбет тұрады. Тәттімбет. Содан кейін осы өңірде де өзіндік күйшілік мектеп бар. Жетісу күйшілік мектебі. Бұл жақтың бұл күйлерінде өзіндік сарындар бөлек. Зерттеген сайын бөлек қасиеті шыға береді. Мысалы, адамның денесін зерттеген сайын бас демдеген врач қол демдейді. Болмаса, қазір врачтар көп қой, әр денені бөліп алған. Сол сияқты күйлерді бөлінеді. Ал енді негізі осы күйлердің бәрі екі үлкен дәстүрге бөлінеді. Бірі төкпе дәстүр, бірі шертпе дәстүр. Осыны біліп алыңдар. Оның өзі айтып тұрғандай, төкпені төгіп ойнайды, шертпені шертіп ойнайды. Бұл атауды ешкім бермеген, халық өзі атап кеткен. Шертпе күйлер қазір 5 облыста дамыған. Ал төкпе күйлер батыста, соның кейін Қарақалпақ жерінде, соның кейін Маңғыстауда төкпе күйлер өте. Негізі төкпе күйлер жақсы зерттелген, өйткені Ахмет Қуанұлы Жұбанов сол жақ өңірден, Ақтөбеден болғаннан кейін ол кісі алғаш Петербург консерваториясын бітіріп сол күйлерді зерттеген. Ол батыстың күйлері жақсы жинақталған. Ал енді жинақталмай жатқаны шертпе күйлер. Шертпе күйлер кейіннен ғана нотаға түсіп, кейіннен ғана қолданысқа кіріп жатыр. Негізі шертпе күйлер өте лирикалық, өте адамның психологиялық, эмоционалық сондай күйлер. Батыстікі Құрманғазының күйлері, мысалы, атыс шабыс, рух. Ол жерде шабыт керек, оны жай ойнамайсың. Оған кәдімгідей рухтануың керек. Негізі мен өз басым, біз енді консерваторияны оқыдық қой, барлық күйлерді үйренемін, батысында, шығысында. Бірақ бір жағына, мысалы, бір төкпе күйді Құрманғазының күйін Төремұратты ойнағаннан кейін мен шертпе күйге түсе алмай қалам. Өйткені басқа әлемде отырамын. Ойым басқа жақта болады. Қолдарымда соған ыңғайланып, ана шертпе күйге ол үшін бір кішкене шай ішу керек қайтадан. Осындай жағдай. Күй деген өте күрделі өнер. Негізі болашақта мен ойлаймын, болашақ біздің ұрпақтар күй академиясын ашу мүмкін. Күй академиясын. Өйткені күй деген ол бүткіл бір академияның жұмысы, бүткіл бір ғылымның, бүткіл барлық өнердің бір жеке өзінің отауы болу керек деп ойлаймын. Негізі тағы бір қызық айтайын сіздерге. Біз жерде музыка мамандары жоқ, олар университетте ұрысады бізге. Негізі күй нотаға анша жақсы түспейді. Ол қызық. Ол неге? Күйдегі кейбір дыбыстар нотада жоқ. Нотада 7 нота ғой, білесіз ғой. А күйде одан да көп нота бар. Мына си мен доның арасында бізде тағы бір нота шығады. Оның аты жоқ. Сондықтан болашақта күй тануда бір өзіндік бір күй түсіру дәстүрі қалыптасу мүмкін. Бізде соған жетеміз. Вот сендер соған көресіңдер, Құдай қаласа. Күйдің академиясын бітіргендер, күйден академик, күйден үлкен ғалымдар шығуы мүмкін. Өйткені күйдің айтатын тарихы, күйдің аясы өте кең. Так, енді домбыраға сөз берейін. Тамағым жыбырлап. Мынаны домбыра қойын ба, жоқ? Енді мен өзі негізі ұстаздарым 5 жасымнан бастап домбыра ұстағам. Әкем үлкен молда болған, домбыраны анша жақтырмайды. Ұрсат, әкем жоқ кезде тартылдатып ойнай берем. Содан қоймай қойғаннан кейін, мектепке барғаннан кейін айтты, сен қоймай қойдың, мен сені домбыраның көкесіне апарайын деді. Сөйтіп, шанамен қысты күні бір үлкен кісі апарды. 40 километр.
шанамен есімде. Сөйтсем, ол Тәттімбеттің туған немересі екен. Шайқы деген кісі. Тәттімбеттің туған мына жерде отырып күйін тыңдаған дейді ғой. Сол кісіні Тәттімбеттің ұрпағы болған үшін 10 жыл соттаған екен. Көрдіңіз бе, қандай қазақ көрмеген қорлық жоқ. Олың жазығы жоқ. Тәттімбеттің ұрпағын бүткіл анау туған туысқан бәрін соттаған. Новосибирск түрмесінде 10 жыл отырыпты. Еще 2 саусағын шауыпты домбыра ойнама деп. Өйткені білесіздер ғой, саясат сондай болды. Қазақ өте талантты халық болғаннан кейін бірінші сол қазаққа тиісе бастаған. Кейбір үлкен көршілеріміз. Сонда ана кісі ол кезде 70-тен асқан мен сияқты. Менен үлкен болуы мүмкін. Өзі қап-қара, түрі қап-қара, өзі үлкен, шошып кеттім мен. Ойбай, мұны қалай домбыра? Құрсын мұны өлтіретін шығар. Өйткені әкеме дейді, мынаны тастап кет деді. Мынаны таста, мынаның несі жақсы екен, қолдары бірдеңе деп мақтап, сен тастап, әкеме жылайым, далаға шығып. Әкем дәрет алған кезде барып, жанына барып жылайым, мен қалдырма, өлтіреді деп қоямын. Қысқасы, ол кісі мектепте кочегар екен. Қап-қара болып жүрген сол екен. Жолынтай жұмыс беріп қойған ғой енді. Түнімен екеміз көмірді салып қоямыз да, күйді тартамыз. Мен де сол жақта қап-қара болып шықтым. Енді ол кісі алғашқы ұстазым. Оның кейінде ұстаздарым болды. Мысалы, Мәткәрім деген Семей өңіріне өте керемет күйші. Мәткәрім бізге туысқан болып келеді. Сол кісіге апарды. В общем, әкем ақыр қоймағаннан кейін үлкен күйшілерге апарды. Мен әкеме сол үшін қарыздармын. Керемет үлгі берді. Енді ұстаздарымның қатарында мектепте жүргенде консерваторияны бітіріп келген Сапаржан Торсықбаев деген күйші болды. Консерваторияда оқыған, өте сауатты күйші. Жарқын Шәкәрім деген естулерің бар шығар. Ғалым үлкен бірнеше кітап жазған адам. Ол бізге көрші, ол да домбыра тартатын, оны да ұстазым санаймын. Мектепте осындай үлкен. Мектеп бітіргеннен кейін әкем енді молла адам емдейді, шықтайды, бірдеңе, көтерілген адамдарды оқиды, сонда үлкен молда болған. Ол кісі айтады, сен мединститутқа бар дейді. Ол кісінің кенді өзінің несі ғой енді. Мединститутқа бар, қайтесің деп домбыраны жамандайды. Бұл шайтанмен байланысты деп қояды. Содан мектеп бітіргеннен кейін енді мен музыкаға баратын анық, өйткені жан тәніммен тыңдаймын. Түнде түсімде домбыра ойнаймын. Ылғи түсімде домбыра ойнаймын, осы бала кезде. Таңертең тұрып, не ойнағанымды есіме түсіремін. Содан мектеп бітіріп, ауылда енді мен ауырып қалдым. Мектеп бітіргеннен қатты ауырып, сондай бір өне бойыма қотыр шықты ма, бір жаман болды. Оқуға барамай қалдым. Соның 1-2 айдан кейін жазылғаннан кейін ауылда қаңырап клуб бос тұрған, соған заведующий болдым. Өйткені домбыра ойнаймын, әншілер жинаймын. Сол клубтың меңгерушісі 1 жыл жұмыс істегенде бір күні ауылға концерт келеді деді. Қарасам, Мағауия Хамзин түсіп келе жатыр. Оны мен телевизордан көріп жүрмін ғой енді. Ойбай, қандай күйші. Осы жүгіріп барып, қышақтап, ағасы, сен осылай. Ол кісі айтты, мен тыңдағына келеді, Алматыға кел деді. Сен Семейде дейін бар, Алматыға кел, мен сен үлкен күйшілерге жолықтырам деді. Сөйтіп, сол кісінің шақыруымен Алматыға келдім. Алматының Чайковский атындағы музыка колледжін оқыдым. Ол жерде керемет күйші, керемет ғалым Тілеш Бәділіп деген кіші сабақ берді. Аруағына риза болсын, атын атап өтейін. Тағы да
консерваторияны Чайковскийді үздік дипломмен бітіріп консерваторияға түстім. Консерваторияда Айтқали Жайымов деген қазір мына Астана оркестрінің бас дирижері, халық артисі. Сол кісі өте сауатты. Сөйтіп менің қысқасы бір сөзбен айтқанда ұстаздар жағынан жолым өте жақсы болды. Сол. Айтайын деп отырғаным, Қаратауға барайын деп отырмын. Сүгір деген күйші болған. Оның ең басты шәкірті Төлеген Момбеков. Төлеген Момбеков менің ұстазым. Консерваторияны оқып жүрген кезде каникулда Семейге кетпеймін, Шымкентке кетемін. Өйткені ұстазым сонда. Әкем рұқсат тағы. Сол 2 ай соны жақта жүремін, сол кісінің жанында жүремін. Төлеген Момбековтың ұстазы Сүгір. Сүгір күйшілік өнерде өте ерекше. Оның саздары өте қобызға жақын. Сүгірдің күйлері адамға өте бірден әсер ететін күйлер. Енді мен Сүгірдің бір күйін ойнап берейін. Негізі күйлердің ішінде жолаушы деген күйлер өте көп. Не деп ойлайсыздар? Неге олай жолаушы? Өйткені біз бәріміз жолаушымыз. Осындай философия. Біз бәріміз жолаушымыз. Біреудің жолы қысқа, біреудікі ұзақ, біреудікі түзу жол, біреудікі қисық жол. Мен ойлаймын, жолаушы деген күй өте көп. Ол батыста да бар, шығыста да бәрінде бар. Енді Сүгірдің күйі жолаушының жолды қоңыры деп аталады. Оның оқиғасы былай қысқаша. Қазақ көшіп келе жатады, сол байдың қыздары күймемен жүреді олар. Олар деген өте үлкен құрмет. Олар кедейдің қыздары атпен шапса, олар күймеде бүйтіп отырады. Сон бір күйме тоқтаған кезде бір күйші кеп қызға арнап, сізге бір күй арнайын деп тартыпты. Бұл күйің аты не дегенде қыз жігіт айтты, жолаушымыз ғой, жолды қоңырым депті. Сүгірдің күйі жолаушының жолды қоңыры.
депті күйші. Сөйтсе қызай, мынау сен күймеден шығып қыз билепті. Сен өзің жап-жас болып, шалдың күйін ойнатың не? Күңіреніп. Әкел домбыраңды депті. Ой, сасып қап домбырасын. Сөйтсе, жолаушының жолды қоңыры ол емес, бұлай болады деп қыз мұндай күй шертті. Деген екен. Так, қандай күйлер тыңдағың келеді? Енді Төлеген Момбеков туралы, ұстазым туралы. Өте соғыста болған, мына бас сүйегінің жартысы жоқ. Сондай тағдыр қиын. Бірақ ұйықтап жатсам ылғи ызың келеді дейді. Ұйықтап жатқанда. Таңертең соны ұстай алмай әуре болам дейді. Жартысы жоқ күйдің. Түнде жатсам саңырап бір аңыздар келеді дейді. Ызыңдар. Көрдіңіз бе? Күй деген аспаннан түседі. Сонда ана кісі таңертең түндегі түсімдегі күйін таңертең ойнаймын. Мен де түнде ойнаймын, бірақ таңертең ұстай алмаймын. Сол сияқты ол кісі де сондай. Өзі көп оқымаған, мектепте де оқымаған, шахтада болған. Өзі қолын қоя алмайды, ана сияға мына саусағын батырады, соны қояды. Сондай не адам қарапайым, бірақ өте терең. Өмір туралы айтқандары, жалпы адам туралы айтқаны, адамның болмысы туралы, мына адами қарым-қатынас туралы айтқаны маған өте үлкен мектеп болды. Сол кісінің жақсы көріп, ұстаз, сен басты ұстазым деп, 5 баласы бар. Сол 5 баланың ең үлкенісің деп маған өте құрмет көрсетті. Сол кісі Шәмшімен дос болған, Шәмші Қалдаяқпен. Шәмші күйдің королі болса, әннің королі болса, вальстың королі болса, күйдің королі Төлеген Момбеков болды. Сол кісі соңғы барғанда Шымкентте бір күй тартып отырған, осы күйді сендерге арнайым, шәкірттеріме арнайым деп тартты. Соны ойнап берейін. Ол күйі інілеріме деп аталады. Төлеген Момбековтың күйі інілеріме. Бұның ішінде Шәмші де бар. Басты геройы Шәмші. Өйткені мына қараңыз, вальс.
жаңа екен деп. Бұл кісінің халыққа көп тараған күйлері қандай? Төлеген Момбековтың күйі. Бозінгеннің бүлкілі салтанат. Салтанаттың радиодан мұндай бір хабар естіп қалдым машинада келе жатқанда. Салтанаттың күйі тыңдайсыздар қазір Төлеген Момбеков. Бұл үлкен мерекеде, үлкен бір жиында ойналатын өте бір керемет көңілді күй дейді радиода. Оның тарихы былай. Ол әйелі қайтыс болған 5 баламен қалды. 5 қыз бір ұлымен қалған. Ол кісі әйелін сонда жақсы көреді. 2 сөздің бір әйелі айта береді. Мен айттым, сізден басқа адамда әйелі жоқ па? Неге айта бересіз деймін де, ол жақсы көреді екен. Сол әйелі қайтқанда 5 күй шығарған. Енді қайтем. Үлкен жетім деген күйлері бар. Үлкен өзі үлкен жетім. Сосын тағы да күйлері бар. Сол бір күні Салтанат 3 жаста қалған мамасынан. Ол тамақ жемейді екен. Апамның наны, апамның тамағы деп жылайды ғой. 5 жаста, 3 жаста қыз, ана қалған қыздар 3 жаста, 8 жаста. Сонда 5 қыз бір ұлымен жалғыз қалған төкең. Сонда Салтанат жылап апам айтам деп тамақ жемейді екен. Соны Салтанатты жұбатып отырып, енді қайтем. Апаң жоқ деп сондай сезімде шығарған. Салтанат ұйықтатқаннан кейін үйдің артына барсам, құлағыма зың келеді дейді тағы да. Сол зың Салтанат деген күй. Ол күйді өзі қызыма деп шығарыпты басында. Бірақ кейіннен жанындағы адамдар бәрін қыздың аты тарихта қалсын, Салтанат деп қой деп. Төлеген Момбековтың күйі Салтанат.
Рахмет. Тағы да тыңдай береміз бе? Осында келе жатқанда салтанат звондады. Айтады, менің күйімді өткенде бір екі концерт ойнамапсыз, неге ойнамадыңыз? Содан бүгін ойнадым. Енді Тәттімбетке ауысайын. Жаңағы ұстазым Шайхының үйренген күйлерім керек жоқ. Тәттімбет өте талантты адам болған. Тәттімбет бар жоғы 45 жас жасаған. Сол 45 жастың 22 жыл болыс болған. Өте шешен болған, жан-жақты болған. 1855 жылы қазақтың делегациясы Ресейдің Романовтардың 350 жылдығына баратын болған. 10 адам, соның бірі Құнанбай баратын болған. Абайдың әкесі. Сол кезде Құнанбай бедепті, мен денсаулығым болмай тұр, менің орныма Тәттімбет барсын депті. Ол қалай, о жерден көй шонжарлар, қарындар, байлар, 500 мың жылқылары бар байлар отыр. Ол Тәттімбетіңіз не, сіз ойыншық па десе, Құнанбай айтыпты. Сендердің бәрінен сол Тәттімбет керек патшаға депті. Көрдіңіз бе? Өйткені Тәттімбет орысша сөйлеген. Өйткені Тәттімбет өте сұлу болған. Тәттімбетше киіну, Тәттімбетше сөйлеу деген жастардың арасында үлгі болған. Ол сондай үкі тағып жүрген. 22 жыл болыс болған. Тәттімбетті көрген қыздардың бәрі құлап қалған. Солай айтам енді. Сондай енді мысалға деймін. Өте көркем жігіт болған. Ақсақалдың айту, немересін айту бойынша. Ал енді Тәттімбеттің патшаға барғанда Петербургқа. Патша, анау қазақтан келген делегация, мына таныстырады ғой, сонда Александр үшінші. Анау жас жігіт не болып жүр депті. Көрдіңіз бе қалай? Басында үкі, өзі сымбатты, қолында домбырасы. Анау жас жігіт не болып жүр? Ол осындай, қазақтарда сондай дәстүр бар. Аспабымен жүреді анамны. Жоқ, аспабымен бекер емес, соны маған шақырыңдар депті. Осылай тура әлкейім арқылы жазған мұны. Соны шақырғанда, сіз осылай музыкантсыз ба? Я, мен орысша сөйлеген. Мен осылай болыс болам, өнер болғанда мен күй тартам. Александр айтыпты, күй деген не депті? Күй деген адамның жанын білдіретін, адамның ішкі құрылысын суреттейтін өнер депті. Патша таңғалып, онда сіз Глазуновты шақырыңдар, консерваторияның ректоры, соны шақырыңдар депті. Мынау бір сұмдық музыкант келіп отыр деп. Қысқасы, сол жерде Тәттімбет сылқылдақты ойнаған. Ол тарихи деректе бар. Патша оған риза болып, анау бүткіл бай шонжарларға медаль бермей, Тәттімбетке медаль берген. Ол музейде тұр Қарағандыда. Міне осындай Тәттімбет. Тәттімбет 45 жыл өмір сүрген. Кейбір деректерді улап өлтірген. Қазақ солай, мүмкін орекеңдер ме кім біледі енді. Енді ол патша, сондай патшамен жақын болып, аналар қызғанып, олар өңкей байлар, солар өлтірді ме, Құдай білсін. Кім біледі. Ал енді Тәттімбет патшаға депті. Біздің ауылдың жанында Түңдік деген өзен бар, алтын ағып жатыр депті. Патша қалай алтын ағып жатыр? Алтын мен өндірем, үйде 2 шелек алтын бар депті. Тәттімбет сөйтсе, ол шында да Түңдікті өзеніне мен болдым, бардым. Қазір сол Түңдікті өзеннің бойында жатыр Тәттімбет зираты. Сол жерде қазір алтын өндіретін шахталар көп. Көрдіңіз бе? Тәттімбет ана немересінен сұрайым ғой, алтын біз ана немересі айтады, Шайх Ақсақал, біз үйде алтынмен асық ойнаймыз дейді. Алтынмен тайтұяқ дейді оны. Алтынды ертетте тайтұяққа құяды. Тайтұяқ деген тияғы
сонда алтынмен асық ойнаймын. Мен айтамын, қалай? Тәттімбет алтын ойнаймын. Сөйтсе ол былай өндіреді екен. Осы жерде айтып кетейін, қызық. Ол бір 100 қойды сойдырады екен. Алдымен қойдың жүнін қырқады екен, қысқа қылып, терісін сойдырады да, терісін бірден сыпырып алып, судың астына таспен бастырып қояды екен. 100 қойдың. Сонда асылға асыл жиналады. Мына шеріс білесіздер, асыл ғой. Сол шерістің жүннің арасына алтындар тоқтап қалады екен. Алтынның оны сосын ауылдың әйелдерін жинап алып тарақпен таратады екен. Алтын деген сол. Кейін Тәттімбет алтын өндіру несін ашқан, Ботов дегенмен бірге. Оны қазақтар өртеп жіберген, қызғанып. Осындай оқиғалар. Қысқасы, Тәттімбеттің кейі мен шәкірттерім келді ғой. Саржайлау. Саржайлау жайлауды жаңағыдай радиода емес, енді кейбір жазушылар жазады. Жайлауды рахат өмір. Жоқ, рахат өмір емес тағы да. Бұл күй деген өзі рахат өмірге шықпайды. Ол өмірім сарғайды, маңайым сарғайды, өзімде сарғайдым деген сөз. Қимаған өмірді. Бұл Тәттімбеттің соңғы күйі. Ауырып жатқанда шығарған. Саржайлау. Әркімнің өзінің саржайлауы болады.
Деген екен. Рахмет. Так, сұрақтарың болса арасында күй туралы. Күй деген не екенін айттым. Күйді қалай тыңдау? Күйді көп тыңдау керек. Сосын ол сіңеді. Мысалы, күнде күй тыңдаңыз, күй сіңеді адамға. Оның әсері біртіндеп болады. Әннің әсерінде болмайды. Ән бірден әсер етеді адамға. Деп, өйткені ол дауысқа. А мұнда күй. Бұнда басқа дыбыс. Негізі қазақтың домбырасының әрбір дыбысы, әрбір қазақтың тарихы, бабалар үні. Бабалардың үні бұл өте қасиетті. Солардың өткен өмірі, қазақтың бүткіл өмірі күйге түскен. Ол басқа бұрады. Анау домбыра анша болмай тұр. Ата бір сұрау сұрасам болады? Иә. Вот сұрақ. Осы күй деген, күйшілік деген бұл табиғаттан беріле ме? Жаңағыдай әлде адам жүре келе қалыптаса ма күйші болып? Енді қалыптасу керек қой. Бірден күйші болмайды әрине. Ол соң күйші болам деген арманың болса, соң қалмай қой керек содан. Соны күндіз-түні өмір бойы соңынан қалмау керек. Кейбіреулер жап-жақсы қабілеті бар. Бізде де мынадай студенттер бар, бір керемет. Жол ортадан күйдің қиындығына шыдамай кетіп қалады. Күй қиын, ол кейбір күйлер адамға бағынбайды. Барлық мектепте ойнайтын күйші жоқ қой, мысалы. Бізде 12 мектеп бар. 12 мектептің бәрінің ойнайтын күйші жоқ. Ол даже бір адамның өмірі оған жетпейді. Күй сондай қиын. Күйге көп еңбектену керек. Біріншіден, күйді ажыратып білу керек. Қандай сезім береді саған? Ойлауың, бір күйді тыңдағаннан кейін өзіңді өзің зерттеуің керек. Қандай әсер алдың? Дым әсер алмасаң, өте жаман нәрсе. Ал сен соған волноваться етсең, жүрегің қақса кейбір күйлерге, кейбір күйлер тыңдай берген кесе, жақсы көрген қызды көре берген келеді сосы. Ана да тыңдай берген келеді. Онда ол сен дамытады. Күй өте ауыр. Басында айттым ғой, Әуезов айтқан қазақтың ең керемет, ең ауыр, ең терең өнері күй деген. Ол кісі бекер айтпайды ғой. Сонымен жазушылардың көбі күй тыңдайды. Неге? Өйткені олар адам жанын зерттейді ғой. Адам жанын жазады. Адамның сезімін, адамның оқиғасын, әлеуметтік жағдайды. Күйді тыңдаған сайын сіз өсесіз. Өйткені талғамыңыз өседі, талғам. Бір жерде қалып қоймайсың. Енді күйді, әрине күйші болу оңай емес. Ол екінің біріне етпейді ғой. Ол үшін үлкен сезім керек, жүрек керек. Ең бірінші сезім керек. Махаббат сезімі емес әрине. Ол басқа сезім. Мен енді тағы бір ұстазым туралы бүгін айтып өткенде, мына Әнес отыр ғой, мен туралы деректі фильм жасым. Мына Әнестің танысып қойыңызшы, Әнес орнына тұршы айналып. Ұстаз шәкірт деген деректі фильм түсірді. 50 минут жүреді. Мүмкін көрген шығарсында, неде бар, ютубта ма, қайда еді? Иә. Сонда ұстаздарым туралы айтқанда мен айтпай қалып, Мағауия Хамзин ағамыз. Ол кісі айттым ғой, Алматыға келіп, мен Алматыға шақырған, мен айтпесе бұл жаққа келмес едім, сол жақтағы күйшілердің ортасында жүретін едім. Ол кісі үйіне барам, сен консерваторияда оқып жүрсің ғой, сонда мұғалімдер көп қой, не болып жүрсің бұнда? Жоқ, сізді орныңыз бөлек, әр мұғалімнің орны бөлек. Бір мұғалімнің ан жағы жақсы, бір мұғалімнің мын жағы жақсы. Бір мұғалімнің оң жағы жақсы, бір сол жағы жақсы. Соның бәрін алу керек. Мағауия ағамыз үйіне бар.
ана әйелі полячка, сен мынау сияқты тыңдайсың ба, жоқ қазақша тыңдайсың ба дейді. Сұрағын қараңызшы, мынау сияқты дейді, ана кісінің айтады, полячка, әлде сен қазақша. Сонда күй өте ұлттық мәселе деп айтып отыр ол. Мынау менде көптеген басқа ұлттарды оқыды. Ольга деген бар қазір, қазір Василисия Прекрасный деген шәкіртім бар, қазір Германияда тұрады. Сондай басқа ұлттың өкілдері оқыды консерватория. Бірақ мен байқаймын, олардың жаны қазақ емес. Ана Макеңнің айтып отырған сол, мынау сияқты тыңдайсың ба, жоқ қазақша тыңдайсың ба? Өйткені күй өте ұлттық мәселе. Мағауия Хамзиннің күйі жайлау. Ойнап берейін. Микрофон жоқ. Шырылдың бәрі шығып жатыр. Микрофон шырылды жеп қояды. Біреулер жақсы тыңдамай отыр. Біреулер жақсы тыңдамай отырса, домбыра келмей қояды. Деген екен. Тағы да сұрақтарың болса? Иә, сұрақ. Иә. Адамның көңіл күйі деп айтады ғой, сондағы күйі деген осы сөз осы немен байланысты ма? Иә. Иә. Мына күй дегенді орысша аударсаң, состояние деген. Состояние. Ол эмоциональный, ол психологический, ол физический. Физический де қосылады. Ауыратын адам күй ойнамайды, денсау адам ойнайды. Ал енді Жарықбасов деген академик бар бізде. Білетін шығарсың, студенттер біледі. Ол кісі психолог, Қазақстанның нөмір 1 психолог. Сол кісі айтады ғой, адам 2000 состояниеға түседі екен. 2000 состояние. Жылайсың, күлесің, общем. Неше түрлі состояние, 2000 состояние, соның бәрі күйде тұр дейді. Жарықбасов академик айтты маған. Сендерде соның бәрі тұр екен деді. Шында да әнге қарағанда күй өте терең. Бірақ ана күйдің бір қиындығы, оны тыңдап үйренбейді, сіңірмейді. Соның кейін кімнің қолы жүйрік, кім зырылдатады, сол күйші дейді.
Ошол жерде кичкене әрине қол жүрген жақсы, бүйтіп ойнаған жақсы, бірақ оның көркемдік мәні қайда? Осы жағына қарау керек. Қол жүрген адам бәрі көңілі жүрмейді. Олар цирк сияқты. Мына цирк деген өнер, мысалы, біреу таң қалдыру үшін, е? Болмаса секіру или, в общем, неше түрлі. Ол күй ондай өнер емес қой. Күй адамға бір күйге түсу керек. Мысалы, қазақтың ақсақалдары, билер төбенің басына шығарып, бәрі жиналып отырады екен де, күй тартады екен бәрі. Кеңес күйлері, кеңес. Ал енді жаңағы 10 мың күйдің ішінде кеңес деген бір 1000-ға тарта кеңес бар. Өйткені әр би өзін, олар тіпті күймен сөйлеседі ғой. Анау кеңес біздің парламенттен домбыра беріп қойса, тартамайды шығар. Олар тартады. Олар күймен сезім білдіреді. Кейбір мынадай бір оқиға бар. Біреу малын ұрлайды ғой енді. Сосын ұрыны ұстап алыпты. Ұры биге алып кепті, би ұрыны байлап қолын. Би ұрының туысқан екен. Абырой мынау қайдан келді деп, сон би домбырасын алыпты да, қайдан жүрсің деген күй тартыпты. Сосын екінші би отырып, тансаңшы, айтқаныңнан тансаңшы деген күй бар. Ана күймен анаған. Ана айтқаныңды шын айтпай өтірік айт деген сөз. Сондай оқиғалар көп. Аздан бір күй сұрасам болады? Иә. Сүгірдің шалқымасын затты аласың. Шалқыма. Өте қымбат күй. Шалқыманы ойнайын. Өйткені риза болып отырмын, сіздердің күй тыңдаған шапалақтарың мені кішкене қолдап отыр. Кәдімгідей арқаланып отырмын. Кейбір жерде бір-екі күйден кейін кетіп қалғым келеді. Кейбір жерде отыра бергім келеді. Рахмет. Күй сондай. Шалқыма деген күйлер бүткіл 12 мектептің бәрінде бар, қызық. Өйткені ол бір состояние ғой, адамның шалқып бір есіп тұратын бір. Әсіресе қыздарға баратын кезде. Сүгірдің шалқымасы сол шалқымардың ішіндегі ең күрделісі. Өйткені онда бірнеше тақырып бар. Арасында кішкене күңіреніп қайғыратын жері де бар. Қызық, сондай шалқыма деген күй.
деген екен. Рахмет. Адан шыққан бұл мына домбыра үйренемін деушілерге осы бұл біраз шықты, мына енді баспа тағы да шығарайын деп жатыр. Домбыра саз деген кітап. Осында 400 күй бар. Еще мынадай тыңдайсыз күйді, нотасын қарайсыз. Осындай егер алам деушілер болса, маған хабарласу керек. Ол баспаның тапсырмасы. А мынау сіздерге таныс фамилия ат. Мынау Момбековтың несі күйлері, сол кісінің шығармашылығы, қыздары туралы, семьясы туралы. Осы кітап. Егер қажет болса, төлеген толғаулар деп аталады. Осы енді күйлердің көбі, уақытымызды көбінетіп жатыр. Күйлердің көбі кейбір шеберліктер күй тартыста туады. Өйткені анау жеңу керек күй тартыс. Неше түрлі приемдар, неше түрлі әдістер сол кезде шығады. Мынау енді сіздерге бір тартыс күйінен. Тартыс күйлер әсіресе батыс өңірінде, Маңғыстауда өте кең дамыған. Теріс қақпай деп аталады, Еспайдың күйі. Өйткені тартыста теріс қағып жіберген, анау тартылмай қалсын деп. деген екен. Мына домбыра кішкене кемеді Тоқбек. Но сендерге ана күйдің мектептерін көрсету үшін. Енді уақыт біраз жерге барды. Сұрақтарың дайындап отырыңдар соңында. Өйткені өзім шығарған? Ялам тарту. Қандай сұрақ? Таласбек Әсемқұловтың Талтүс деген еңбегінде ол жаңағы Әжіки деген бала өзінің атасының сол Сібірде 25 жыл бойы
атасы сол аузымен күйді Иә. орындап, соның арқасында ауыр азапқа шыдап аман келген деген сияқты. Иә. Және оның өнерін үйрену арқылы ол әжекейге де өткен, сондай көңіл күйі жақсы кезде, көңіл күйі болмаған кезде ол ауызбен күй тартатын едім деп айтады да. Иә. Енді ол қаншалықты осы күйші ретінде Ауыз. күйшілерге тән қасиет па, немесе ол бір мектептің біреуіне кіретін? Иә, Таласбек екеуміз бір өңірден жақсы араластық, бірге өстік. Ләңгі тептік бірге, ләңгі. Иә. Ол жетім өсті, жетім атасының қолында. Көп қиындық көрді. Әке шешесі өте ерте қайтты. Негізі атасы өте ғұлама күйші. Мен көремедім. Ол кісі басқа ауылда өсті. Бірақ мен барғанда қайтыс болып кетті. Негізі жаңа Тәттімбеттің немересі Шайқы дедім ғой, ауызбен айтады. Ауызбен. Мен ойнап отырмын, күйді ауызбен айтады да, міне жері қате дейді. Шында да сол жерін қате ойнаған екен. Ауызбен айтады. Ол үлкен күйшілерде сондай болады. Мысалы, Тәкен Әлімқұловтың Саржелеу деген еңбегінде тай-тай деп күйді бір бет түгел тай-тай. Байқасаңыз. Ол жерде түсінген адам түсінеді, түсінбеген адам ол что за тай-тай дейді. Тәкен Әлімқұловты Саржелеу. Кертолғау деген кітабында. Енді кешіміздің соңы сіздерге айтайын деген үлкен рахмет. Күйге деген құрмет, қазаққа деген құрмет. Осылай қазақ болғымыз келсе, ұлтымыздың бірлігі, ұлтымыздың болмыс әсіресе қасиеттерін сақтап қалу үшін күйдің орны өте ерекше. Қасиет сақтау керек. Егер қазақтың қазақи қасиеті болмаса, онда ұлт болмай қалады. Болашақ болмай қалады болашағы. Болашақты болдырту үшін күй тыңдау керек. Күй тыңдамау керек, күй тыңдау керек. Бозінген бүлкілі. Төлеген Момбековтың күйі Бозінген. Сүгірде де Бозінген болған, ол басқашасы. Бұл күйді қалай шығардыңыз деймін ғой. Бір ауылдың арасы 40-50 шақырым. Ол кісі шабандарға концерт қояды бұл кезде. Қызылотаудасы деген концертіне организация болған. Ол кезде мәшіне жоқ, атта жоқ, түйемен жүреді екен. Түйенің үстіне қом деген болады, қом. Ол ана кішкентай диван сияқты. Бұлай несі бар, отырасын, кішкене жантайуға болады, қом деген болады. Сол қомның үстіне жантайып жатсам, бүлкілдеп құлағыма таңызым келді дейді. Бүлк-бүлк етіп. Содан Бозінген деген күй емес, бұл Бозінгеннің бүлкілі. Бүлкілі. Деген екен.
Үлкен рахмет. Алтын уақыттарыңды қиып күйге келгендеріңіз үшін рахмет. Мен мына студенттеріме рахмет. Альбина бастаған, Елжан бастаған. Байжанка да отыр ғой. Үлкен рахмет. Енді сендер былай, бүгін күй кештен кейін күй тыңдаңдар. Күй. Қазір көп қой, неде бар, техникада бар. Тыңдағанда алдымен өзің жақсы көретін күйлерін бір жеке жинап алу керек. Бұл оның тыңдаудың да бір әдісі бар. Егер ішінде анау әртүрлі мектеп күй болса, ол бірін-бірі бұзады. Алдымен бір мектепті тыңдау керек. Шертпек емес. Не болмаса Динаны, не болмаса Құрманғазы, не болмаса Еспайды. Оның әркімнің әр өзінің төбесі бар. Сіз оны бір-бірін араласып тыңдасаңыз, анша жақсы емес. Осындай. Иә, шай. Күйді тыңдау керек, көп тыңдау керек, жалықпау керек. Алтын уақыттарын қиып тағы да үлкен рахмет. Жақсылықта кездесейік. Қазағымыз, бұл күй біздің мұнайымыздан да, газымыздан бәрінен де қымбат. Өйткені қазақ болып қалу үшін күй керек. Жақсылықта, қуанышта кездесейік. Үлкен рахмет.